Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мандарин қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сүтіміз жылы болуы қажет. Сүтіміздің үстінен 3 жұмыртқамызды, ерітілген сары майымызды және қантымызды қосатын боламыз. Барлығын қосқаннан соң жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан соң електен өткен ұнымызды қосамыз. Оның үстінен қопсытқышымызды қосып, барлығын миксердің көмегімен араластырамыз. Барлық құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. 2-3 минуттай осылай толықтай миксерлеп болғаннан соң қоймалжың масса шығады. Осылай барлығын дайындап алғаннан соң тапамызға пергаментный бумага немесе фольганы қойып, үстінен 1 қасықтай қантты толық сеуіп шығатын боламыз. 7 немесе 8 мандаринімізді ашып, дәл ортасынан 2-ке бөліп алатын боламыз. Осылай барлығын бөліп аламыз. Енді дәл осы видеодағыдай орналастырып шығамыз. Барлық жеріне осылай орналастырып болғаннан соң массамызды құятын боламыз. Барлық жеріне бір тегіс етіп құйып шығамыз. Қызып тұрған тапамызға 180 градусқа 35-40 минутта дайын болады. Тапамыз алдын ала осылай қызып тұруы қажет. Осылайша біздің пирогымыз пісіп шықты. Суығаннан соң пышақтың көмегімен шеттерін осылай ажыратып алатын боламыз формадан. Осылай келесі бетіне аударатын боламыз. Тарелкамызды қойып, осылай бетін аламыз. Осылайша біздің пирогымыз дайын болып пісіп шықты. Арасының барлығы толықтай піскен. Достар, видеом ұнаса лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз де осылай дайындап көріңіз. Ас болсын.